Быйыл Шиелі индустриалды аграрлық колледжінің құрылғанына 60 жыл. Осы уақыт аралығында 18 мыңнан астам түлекті кәсіптік мамандықтарға бейімдеп, қанат қақтырған ірілгерлі ұжым бүгінде 10 мамандық бойынша шәкірт тәрбиелейді. Білім беру саласы мен бизнес арасындағы әріптестікті байланысты күшейтіп, оны іс жүзінде дәлелдеп келе жатқанда осы оқу ошағы. Индустриалды аграрлық колледждің әлеуметтік серіктесі Марсель Петролиум компаниясы бірнеше жылдан бері егістердің атқарылуына ұйытқы болған серіктестік мамандар даярлау ісіне де қолдау танытып, материалдық техникалық базаның нығаюына көмек көрсетіп келеді. Колледжге келген қонақтар алдымен арнайы көрме жұмысымен танысты. Білім алушылар жаңа технологияларды меңгеруден де кенде емес. Ізденімпаз жастар түрлі жаңа жобаларды жүзеге асырып келеді. Тың жаңалықтардың тиімділігін өндіріске енгізу мәселесі де ойластырылуда. Жұмысшы мамандардың ғылымға деген ізденісін ұстаздары да ерекше ықыласпен қолдайды. Мұнан соң меймандар күрделі жөндеуден өткен оқу ғимараты мен 240 орындық жатақхананың ішін аралап көрді. Ізденімпаз жастарға барлық мүмкіндік қарастырылған. Жалпы колледжде теория мен тәжірибені ұштастыруға мүмкіндік мол. Ол үшін арнайы ұстаханалар жабдықталған. Ал шеберханада шыңдалған шәкірттер бос уақытында тұрғындардан тапсырыстарды қабылдайды. Оқу ордасының бүгінгі тыныс тіршілігін баяндаған аудан әкімі білім беру үдерісіндегі ұжым еңбегін жоғары бағалады. Тарих қойнауынан сыр шертіп, бүгінгі кәсіптік білім беру саласында жаңаша жұмыс жасап, ауданның кәсіби әлеуетін арттыруда колледж ұжымының атқарған елеулі еңбегін насихаттайды. Құрметті жерлестер, Шиеліден қаншама ғұлама ғалым, еңбеккер, диқан, сыршыл, жазушы түлеп ұшты. Олар білу, тану, ескеру болашақ еншісінде. Олардың ел үшін жасаған жанқиярлық ерліктері, еңбектері бүгінгі Қазақстанның экономикасының жаңа белестерге көтерілуіне жағдай жасады. Бұл жетістіктерге жетуде колледж ұжымының да айрықша еңбегі бар. Білім ұясындағы ұстаздар үнемі біліктілігін арттыруда. Оқу жүйесіндегі жаңашылдықтарды уақыт талабымен бірге меңгерген ұстаздар жұмысшы мамандарды үш тілде оқытуды бастаған. Ол үшін колледжден қос оқу тобы іріктелген. Сонымен бірге колледжде білім алушыларға патриоттық бағытта тәрбие беру ісі де ерекше жолға қойылған. Әсіресе жігіттер жағы әскери іс-қимылдарды еркін меңгерген. Ол кезде аудан шаруашылықтарына тек қана маман, механизатор кадрларын дайырлады. Олар ауданның экономикасын, әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеруде барлық шаруашылықтарда тамаша еңбек етті. Бұрынғы уақытмен салыстырғанда үлкен айырмашылықтар бар. Дайырлардың мамандықтары аудан шаруашылықтарына қажетті мамандықтар дайындап жатыр. Олар мынау механизатор, газоэлектросварщик, мұнай өнімдеріне жаңа бұрғылаушылар, тігіншілер, аспазшылар, бұның бәрі қазіргі өмір талабына сай. 60 жылдық мерейтойға арналған білімнің мерейлі мекені атты жаңа жинақтың тұсауы кесілді. Жаңа кітапта колледждің тарихы мен әр жылдары еңбек еткен ұстаздардың өмір жолы қамтылған. Мерейтой құрметіне арналған шара аудандық мәдениет үйінде жалғасты. Жұмысшы мамандықтарымыздың 70%-ға жуығы ол өндірісте болу керек. Ауыл шаруашылығы маман болса, ауыл шаруашылығында, жаңа бізде мынау ауданға цемент заводы, осы цемент заводына дайындайтын, уран өндірісіне дайындайтын, әрине сырттан дайындамайды, осы колледж дайындайды. Сондықтан да практикасында майстерлерге ақша бөлу мемлекет тарапынан. Енді мемлекеттен бөлетін ақшаның бір бөлігі мұғалімге емес, соны практика өтетін майстерлерге барады. Бұрын ондай жоқтығын, бұрын майстерлерге ақша берілмейтін. Бұның өзі үлкен жақсы нәрсе. Жиында сөз алған ел ағалары жастарға өмір жолын өнеге етсе, жыл бойы еселі еңбегімен көзге түскен ұстаздардың бір шоғыры құрмет төрінен көрінді. Мұнан соң 60 жылдық мерейтой өнерпаздардың концерттік бағдарламасына ұласты. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбден, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.